минуттың ішінде осындай повязка тігіп алуды қалайсыздар ма? Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Сіздер шебер перизат арнасындасыздар. Каналыма қош келдіңіздер. Қыздар, сіздермен бүгін осындай керемет повязканың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Мен бұл повязканы өзімнің қызыма тігіп берейін деп жатырмын. Себебі алдымызда көктем, қалың қалпақтарды шешеміз. Қызымның бас айналымы 50 сантиметр, матам, трикотаж, лапша, қатты керілмейді, созылмайды, және де өзінің бас айналымының 50 сантиметрді алдым. Матамыз осылай екі бүктеп 8 сантиметрден ашқан кезде 16 болады. Бүктегенде 8 сантиметр осылай бүктеп алдым да осы жолақшаны қиып алдым. Енді қиып алған жерімізді тігіп аламыз. Көктемде тамаша бір басына киіп жүруге арналған повязка тұрбаның түрі болады. Шетінен 0,5 қалдырсаңыз да болады, 1 сантиметр қалдырып тіксеңіздер де болады. Енді осыны үтіктеп алғаннан кейін оң жағын аударамыз. Оң жағын аударып, тағы да екі шетіндегі қырын үтіктеп аламыз. Мінекей мен жақсылап үтіктеп алдым. Енді осы жерде өте мұқият қараңыздар. Тігілуі өте оп-оңай. Кез келген енді бастаған адамның да қолынан келеді. Осылай дәл ортасын тауып алып, бір-біріне осылай астыңғы шетін осылай ортасынан үстіне қарай өткіземіз. Екінші шетін астындағы жолақшаның үстінен өстіп айналдырып өткізіп, бір тігіс жүргіземіз. Менің матам сөтінемейтін болғандықтан мен оны оверлоктаған жоқпын, бірақ та егерде сіздер жұқа жазға қарай тігетін болсаңыздар, міндетті түрде тігісі аккуратный шығу үшін ол жерді оверлоктап алып, одан кейін тіксеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Мінекей менің машинкам тігіп алдым. Мінекей енді артықтарын қиып тастаймыз. Оң жағын аударамыз. Дайын. Біздің повязка тюрбанымыз дайын. Егер де сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Лайк басыңыздар, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Өте қуанып қаламын сіздердің пікірлеріңізді оқып. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше ассаляму алейкум. Жақсы күндерде жолығайық. Пайдаларыңызға жарасын.